Барлығыңызға қайырлы күн, менің каналыма хош келдіңіздер. Сіздермен бірге Эльмира. Бүгінгі видеомыз нағыз қазақтың десерті жент дайындаймыз. Және де шоколадтағы жентті де жасап көрсететін боламыз. Бұл дегеніміз нағыз біздің үй жағдайында бизнес идея десем де болады. Сіз мұндай жентті жеп көрмегеніңізге сенімдімін. Бұл табыс табуға болатын ерекше дәмді жент, әрі қымбат көрінетін, әдемі көрінетін болады. Дастарханыңызды көркін ашады. Және де бұл видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бисмиллах деп жентімізді жасауды бастаймыз. Бізге ең керек зат ол тарының талқаны. Біз талқанды үстіне осындай ерімеген бөлме температурасындағы сары майды қосамыз. Сары майымыз 72 мен 82%-тан аса болған жақсы. Және де мен оның үстіне осындай сұйық балды қосамын. Жентіңіз өте жұмсақ, майы көп болған жағдайда осындай формаға келмей жатса, үстіне талқан қосып жіберсеңіз болады. Мен барлығын көз мөлшерімен салдым. Егер жентіңіз бір-біріне бірікпей, жабыспай жатса, онда оның үстіне сары май қосып жіберсеңіз болады. Барлығын көз мөлшерімен жасаған дұрыс. Осындай формаға келіп, домалақ формаға келіп, қатып тұратын болса, онда біздің жентіміз дайын деген сөз. Жентке арналған арнайы осындай қалыпқа салып, барлығын бірдей формаға келтіремін. Және де барлығын салып болғаннан кейін тоңазытқышқа немесе мұздатқышқа салып қатырамын. Описание бөліміне қанша талқан, қанша май және қанша бал қажет екенін мөлшерін жазып қалдыратын боламын. Бірақ та талқандар әртүрлі болады. Кейбір талқандар майды көп талап етеді, кейбір талқандар майды аз талап етеді. Талқанымыздың қалған бөлігінен келесі формада осындай жент жасаймыз. Домалақ немесе қолыңыздан төртбұрышты етіп жент жасасаңыз болады. Және де бұл талқанға ішіне мейіз немесе түрлі дәнектер салсаңыз да әдемі үйлесетін болады. Бұл талқандардың барлығын жасап болғаннан кейін тоңазытқышқа салып қойсаңыз, формасын жақсы ұстайтын болады. Шоколадтағы жентімізді жасау үшін шоколадымызды алдын ала жақсылап ерітіп алдық. Енді тоңазытқыштағы жаңағы қалыптағы жентімізді алып, барлығын біртіндеп шығарып, шоколадқа малып алатын боламыз. Және де оны малынған жентімізді осындай пергамент қағазына қоюды ұмытпаңыз. Өйткені басқа жерге қоятын болсаңыз, ол шоколад жабысып қалуы мүмкін. Және де жентіңіз тоңазытқышта немесе мұздатқышта дұрыс қатқан болуы керек. Жылы шоколадқа салынған жентіңіз бөлініп, езіліп кетуі мүмкін, формасын дұрыс ұстамай қалады. Және де шоколадқа малынған жентті тоңазытқышқа салып қатырамыз. Шамамен 20-30 минуттың ішінде шоколадыңыз толығымен қататын болады. Және де ұсына берсеңіз болады. Бұл шоколадқа малынған және де кәдімгі женттер тоңазытқышта шамамен 1 айдан аса уақыт беті жабық болған жағдайда тұра береді. Егер беті ашық ыдысқа салып қойсаңыз, ол желденіп, формасын ұстамай үгітіліп кетеді. Дайын жентімізді қағаз капсулаларға салып, дастарханыңызға ұсына берсеңіз болады. Немесе арнайы коробкаларға салып, сатылымға қойып, бизнес бастап кетсеңіз болады. Осы видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше.